Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай содасыз және де қамыр қопсытқышынсыз жасалатын ең оңай панкектердің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөліп алуымыз керек. Біздің ақ уыздарымызға бірде-бір тамшы май немесе су, тағы да осы сары уызымыз түсіп кетпеу керек. Ақ уыздарымызды қазірше бөлек алып тұрамыз. Қазір енді сары уыздарымызбен айналысамыз. Сары уыздарымызға қантымызды салып, ағарғанша миксерлейміз. Жылы сүтімізді құйып, араластырамыз. Ал енді електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Ал енді ақ уыздарымызға кірісеміз. Енді ақ уыздарымызды шайқайтын миксердің венчиктері толықтай құрғақ, майсыз болу керек. Кішкене бір шымшым тұз саламыз. Біздің ақ уыздарымызды формасын жақсы ұстайтындай етіп, осылай көпіртіп алуымыз керек. Соның көмегімен біз қамырымызға қамыр қопсытқыш немесе сода салмаймыз. Ал енді осы сары уызды массамызға ақ уызымызды салып, осылай аккуратно төменнен жоғары қарай бірге біріктіреміз. Оны жаймен істеген дұрыс, себебі біздің осы қамырымыздың воздушный структурасы бұзылып кетпеу керек. Қызып тұрған майсыз табамызды екі жағынан пісіреміз. Беті осылай көпіре бастағанда келесі бетіне аударамыз. Өзіңіздің қалауыңызша шоколадпен, жеміс-жидектермен, әртүрлі заттармен әсемдеуге болады. Бірақ бұл міндетті емес. Біздің осы панкектеріміз воздушный болып әдемі көтеріледі. Сіздерге бұл рецепт ұнады деген ойдамын. Ал енді менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақнұр, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.